Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәріс тақырыбымыз болмыс, онтология және метафизика. Қарастырылатын сұрақтар: антикалық философиядағы болмыс мәселелері, орта ғасыр философиясындағы схоластика, жаңа еуропалық метафизика және неміс классикалық философиясы, болмыстың негізгі формалары, Хайдеггердің фундаменталды онтологиясы және экзистенциализмі, және Абай дүниетанымындағы Құдай және адам болмысы. Болмыс бүкіл шындық дүниені қамтитын, шегіне жеткен жалпы ұғым, философиялық категория болып табылады. Болмыс туралы ілімді онтология дейміз. Жалпы бірінші философияға болмыс терминін антикалық философ Парменид енгізді. Парменидтің пікірінше, нағыз болмыс бұл әрқашанда бар нәрсе. Ал болмыс әрқашанда тұтас және бөлінбейтін болғандықтан, ол туралы ойда бүтін және бөлінбейді. Оның үстіне өзінің болмысы бар. Нағыз болмыс бұл ақыл оймен игерілетін болмыс. Болмыс пен ой тең. Парменидтің болмыс категориясы адамдардың күнделікті практикалық өмірінде жүзеге асырылып отыратын нақты іс-әрекеттер мен ойларының философиялық тұрғыда түсіндірілуі ғана емес, сонымен қатар ол батыстық адамға тән дүниетанымдық және аксиологиялық принциптерден де бұрын оның нақты өмірлік қажеттіліктерін бейнелейтін айқын экзистенциалдық негіздер болып табылады. Осылайша Парменид болмыс мәселесін философияның ең басты мәселесі ретінде негіздеп қана қоймай, оның болмысы туралы ілімі метафизика үшін мүмкіндіктер ашты. Яғни адамға да, адамзатқа да бағынбайтын материалдық емес те болмыс туралы, табиғи мәнділіктердің соңғы идеалдық себептері туралы, барлық өмірде бар нәрселер туралы айтуға мүмкіндік беретін ілімге жол ашты. Болмыстың шын негізін ол уақыт бірлігінде шексіз деп атады. Парменидтің болмыс проблемасын жалғастыру мен жетілуін қалыптастыруда философтар үшін шынайы өмірде болмыстың барын сезінуіне байланысты болды. Мысалы, жасанды болмысты философтар орта ғасырда Құдайдан деп білді, ал басқалары шынайы, материалды және материалды емес деп ойлады. Бірақ әртүрлі дәрежеде болмыстың жасанды қатысы бар. Мінекей, философия тарихындағы алғаш рет болмыс мәселесін көтерген антика замандағы философ Парменид, Эгей қаласының шыққан. Жалпы болмыстың қарым-қатынасы жөнінде, болмыс жөнінде айтқан кезде, философиялық ұғым ретінде болмыс ол санаға тәуелсіз өмір сүретін дүниені, материяны, адамдардың материалдық өмірінің табиғатын белгілеуге арналған деп баға береміз. Философияның негізгі мәселесі ойлау жүйесінің болмысқа көзқарасы туралы мәселе болғандықтан, оның шешімі болмыс ұғымы ретінде алынатын мағынаға байланысты. Болмыс категориясын, болмыс мәселесін философияда, материалистік философияда және идеалистік философияда екі түрліше түсіндіріледі. Материалистік философияда болмыс ол сезім түйсікпен қабылданатын материяны, материалдық объектілерінің өмір сүруін, олардың пайда болуын және жойылуын білдіреді. Ал идеалистік философияда болмыс идеяларының жалпы мәні, ұшы-қиырсыз жиынтығы түрінде логикалық категория мен жалаң қызмет ретінде көрінеді. Сөйтіп, материализмде болмыс табиғат болмысы, ал идеализмде табиғаттан бөліп қаралатын дербес ұғым болып табылады. Жалпы болмыс мәселесін болмыс ұғымы жөнінде сипаттайтын болсақ, бұл болмыс ұғымы жөнінде болмыс жайындағы ілімнің өзі сол философияда ежелден бері қазірдің өзінде де қызу пікірталас қалып келеді. Себебі болмыс мәселесі дүниеге көзқарастық және методологиялық басты мәселелердің бірі болып табылады. Мысалға, не себепті Құдайдың болмысы, яғни ол бар ма, әлде жоқ па деген сұрақтың төңірегінде ғылыми көзқарас пен діннің арасында ымырасыз күрес жүріп келеді. Болмыс ұғымы бұл жаңа айтып кеткендей философияның ең ежелгі әрі маңызды категорияларының бірі, жалпылай алғанда бар болу, өмір сүру мәселесін қамтиды. Яғни бұл түсінік адамның айнала қоршаған ортаны бір тұтас әлем есебінде танып білуге ұмтылатыннан туған. Антикалық дәуірдің өкілі Платонның ойынша болмыс дегеніміз бұл мәңгілік өмір сүретін, өзгермейтін сана тектес рухани идеялар дүниесі. Идеялар дегеніміз заттар мен құбылыстардың түп негізі, оларды анықтап
өмірге келтіруші. Заттар дүниесі пайда болады, өткінші, яғни тозат, өлет, яғни шынайы болмыс емес. Бар болғаны идеялар дүниесінің күңгірт бейнесі ғана. Діни дүниетанымдық үстемдік еткен ортағасырлық философияның өзегі ол Құдай болмысымен ерекшеленеді. Құдай мәңгі, уақыттан да кеңістіктен де тысқары тұр, ол бүкіл әлемді, адамды жаратушы. Қайта өрлеу дәуірінде, әсіресе жаңа заман дәуірі де ғылым мен техниканың өрістеп дамуына байланысты философияда адамға ғылым мен ақыл ойдың жетістіктерін адам игілігіне пайдалануға бетбұрыс болғаны белгілі. Осыған орай болмыс ұғымын табиғатпен ұштастыруға, адамның жаратылушылық қабілеті мен ақыл ой пәрменділігімен байланыстыруға ұмтылыс пайда болады. Неміс классикалық философиясының аса бір өкілі Гегель шынайы болмысты абсолютті идея деп тұжырымдайды. Ол Платонның арнасын жалғастыра отырып, болмыс мәселесіне объективті идеализм тұрғысынан келгенімен, ең бастысы болмыс ұғымына диалектикалық сипат береді, даму процесінде қарастырады. Болмыстың түрлері туралы мәселе философия үшін де маңызды. Себебі философияның негізгі мәселесін, ақыл ойдың болмысқа қатынас туралы мәселені түбегейлі шешу үшін болмыстың негізгі түрлерін бөлу керек. Болмыстың негізгі түрлері, негізгі формалары, мінекей, заттар болмысы, адам болмысы, рухани болмыс, әлеуметтік болмыс. Заттар болмысы бұл бір тұтас табиғат болмысы және адамның қолымен жасалған заттар мен процестер болмысы болып екіге бөлінеді. Адам болмысы бұл да заттар дүниесіндегі адам болмысы және таза адамдық болмыс болып бөлінеді. Рухани, идеялық болмыс бұл жеке адамның рухани болмысы, яғни идеясы, және объективтендірілген рухани болмыс болып жіктеледі. Әлеуметтік болмыс бұл жеке адам болмысы мен қоғамдық болмыстан тұрады. Жалпы болмыстың өзі объективті және субъективті категориялардың өзінің өзара байланысын ашады. Сондықтан біз болмыс дегеніміз дүниеде өмір сүретіннің барлығы дейміз. Материалдық заттар, құбылыстар, процестер, әртүрлі байланыстар, яғни барлық дүниеде өмір сүретіннің барлығын біз болмысқа жатқызамыз. Парменид болмыс бар, болмыс емес жоқ деп кесіп айтады, болмыс туралы өзінің көзқарасында. Сонымен бірге субстанция. Философияда субстанция категориясы маңызды орын алады. Субстанция бұл заттың бір тұтастығының мәндік қасиетін, оның барлық өзгерістерінің негізін, себебін, тіршілік етуінің түп тамырын білдіретін философиялық категория. Дәлірек айтсақ, субстанция деп дүниедегі барлық нәрселердің бастапқы мәнін, пайда болуы негізін түсіндіреміз. Субстанция жойылмайды, жоқтан пайда болмайды. Субстанция тек өзінің болмысының формасын ғана өзгертіп, басқа күйге өзгеріп түсіп қалыптасып отырады. Жалпы дүниенің бірлігін бір субстанция арқылы түсіндіретін ілімді монизм философиясына жатқызамыз. Алайда негізге алатын субстанция түрліше болады. Субстанция ретінде не материя, не рухты негізге алу керек болады. Осыған сәйкес монизмді материалистік және идеалистік монизм болып өз ішінде бөлінеді. Материалистік монизмнің негізін салушылар, мысалы Фалес, Гераклит, Спинозаның ілімін жатқызсақ, идеалистік монизмге Платон, Гегельдің философиясын жатқызамыз. Сонымен бірге монизмге қарсы дүниенің дуалистік түсінігі бар, дуализм деген. Дуализм түсінігі бойынша дүниенің екі бастапқы негізі екі материалдық және идеалдық субстанциялары бар. Оның біріншісі денесі бар шындық дүние заттар болса, екіншісі рух дүниесі. Бұны біз Декарттың философиясынан көреміз. Тағы бір философияда маңызды категориялардың бірі бұл материя ұғымы. Материя дүниені адамның санасынан тыс әрі тәуелсіз объективті шындық деп қарайтын материалистік дүниетанымның түп қазығы, мән мағынасы болып табылатын негізгі ұғым. Бұл ұғым материалистік ағыммен бірге пайда болып, бірге жасасып тарихи түрде қалыптасқан. Ежелгі материалистік ілімдерде дүние, бүкіл әлем үнемі қозғалыста тұрған материя, материядан басқа ештеңе жоқ, сондықтан барлық құбылыстардың жалпыға ортақ субстанциясы материя деп есептейді. Материяның басты қасиеті санадан тыс объективті нақтылық ретінде өмір сүруі. Объективтік дүниеде үнемі қозғалыста болатын материядан басқа
ештеңе жоқ. Қозғалыс дегеніміз не? Қозғалыс материяның ажырамас мәнді қасиеті, атрибуты, өмір сүру тәсілі. Ол да материя сияқты жоқтан бар болмайды және жоғалып кетпейді. Осы материяның өмір сүруінің көптеген қалыптары мен түрлерін тереңірек зерттеп бір арнаға түсірген бұл Фридрих Энгельс болатын. Кез келген материалдық объектінің өмір сүруі оны құрайтын элементтердің қарым-қатынасына байланысты деген болатын. Материя қозғалыссыз өмір сүре алмайды, қозғалыс материяның басты атрибуты. Фридрих Энгельс материя қозғалысының 5 түрін көрсетеді. Механикалық қозғалыс, физикалық, химиялық, биологиялық және әлеуметтік қозғалыс. Механикалық қозғалыс дегеніміз кеңістіктегі қозғалыс, яғни орын ауыстыру. Физикалық қозғалыс ол электромагнетизм, гравитация, жылу. Химиялық қозғалыс атомдар мен молекуланың затқа айналуы. Биологиялық қозғалыс тірі организмдердің зат алмасуы. Әлеуметтік қозғалыс қоғамдық өмірдегі өзгерістер және ақыл ой.